Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен ауызда еритін бір жасағаннан шығатын өте керемет жұмсақ, сочный болып шығатын ұйғыр самсасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл самсаны сіздер тіпті сатылымға шығарып, табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады. Сонымен қатар морозильникте де сақтауға болады. Барлық құрамдар мен мөлшерін описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ендеше 2 жұмыртқаның сары-уызына 1 жұмыртқаны ақ уызымен қосамыз және 100 грамм 15-20% қаймақ қосып, 1 шай қасық толы тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз және осы массамызға 50 граммдай кәдімгі салқын суымызды құйып тағы да араластырамыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға майлылығы 72 немесе 85%-лық салқын сары майымызды ұнға ауната отырып, видеода көргендеріңіздей үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Барлығын осылай өткізіп алғаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырып крошка жасаймыз. Міне ұнымыз осындай болып шығады. Енді ортасын ашып, сұйықтығымызды жайлап біртіндеп құя отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осындай өте жұмсақ қамыр шықты. Енді қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Тоңазытқышта тынып тұрған қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөліп, 2 дуала жасап аламыз және біріншісін жайғанша екінші қамырды тоңазытқышқа салафанға салып қоямыз. Енді біз дәл мантының қамырына жайғандай етіп жаятын боламыз. Қамырымыз жаймамыз доп-домалақ болып шығу үшін алдымен осылай ұн себелей отырып, жұдырығымызбен үстінен басып жайып аламыз. Бізде қамыр сары май қосылғаннан кейін құрамында тез жайылатын болады. Яғни кішкене ғана ұн себелей отырып, осылай 2-3 минутта да осындай жұп-жұқа етіп, мантының қамырында етіп жайып аламыз. Енді осы жайып алған қамырымыздың арасына ұн себелей отырып, қамырымызды бір бұрышқа жинап қоямыз. Яғни жабысып қалмас үшін арасына аздап қана ұн себелейміз. Сосын барып екінші дуаламызды жаюға кірісеміз. Толығымен жаймамызды майлап алғаннан кейін, енді жаңағы алып қойған, жайып алған жаймамызды да осы қамырдың үстіне теп-тегістей барлығын бірдей етіп жайып шығамыз. Және осының үстінен де тағы да солай ерітілген сары майымызды толығымен барлық жеріне жеткізіп майлап шығамыз. Майымызды жағып болғаннан кейін, енді видеода көргендеріңіздей шетінен осындай рулет секілді ішіне қарай орай береміз. Орау кезінде ішінде ауа қалып, қолымызбен тағы да басып осылай қысып шығамыз. Енді улитка секілді ораймыз да салафанға салып тоңазытқышқа 2-3 сағатқа немесе 1 түнге қалдырсаңыздар да болады. Салмасын дайындаймыз. Ұсақтап туралған пияз, сиырдың тартылған еті, ұсақтап туралған картоп және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, ұнтақталған зира мен сұйық майдан да қостым. Сіздер ұнатпасаңыз зираны қоспасаңыз да болады. Және осы сиыр етінің орнына тауықтың тартылған етін қоссаңыз да самсаңыз керемет болып шығады. Сонымен қатар осы самсаны тапсырысқа алып жасайтын болсаңыз да клиенттеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Қамырымызды аламыз. Менде қамыр бір түн бойы тоңазытқышта тұрды. Майы сіңіп, өзінің формасын ұстап керемет болып шықты. Көз мөлшермен бірнеше кіші бөліктерге бөліп аламыз. Бірдей шығу үшін сіздер кондитерлік таразыға салып 36-37 граммдай етіп бөліп алсаңыздар да болады. Және алақанымызбен видеода көргендеріңіздей бәрін басып дөңгелек пішін жасап аламыз. Енді қамырымыздың жартысын жаямыз. Жартысын құрамында май болғандықтан тез еріп кетпес үшін арасына ұн салып, бетін жауып тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді қамырымызды барлығын осылай шетінен жайып бастаймыз. Арасына салмасын салып түйетін боламыз.
самсаның қамырын тек қана жиектерін ғана жайып жұқалап ортасын бір басып жайсаңыздар да жеткілікті, сонда самсаңыз керемет болып шығады. Енді міне өздеріңіз көргендей осы видеодағыдай етіп бірінші шетінен басып түйіп шығамыз. Түсінікті болу үшін осы видеода түйілу жолын лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын. Жаңадан қосылған көрермендерім болса, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып қоюды да ұмытпаңыздар. Міне самсамызды көргендеріңіздей ең бірінші саусағымызбен шетінен басамыз және дәл солай ішіне қарай орай береміз. Сонда бізде әдемі болып самсамыз өрлей беретін болады. Самсаның түйілу жолын түсінбесеңіз, осы жерін қайтадан қарап шықсаңыздар болады. Енді самсамызды противенге салып, үстінен бір жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүтті араластырып, жағып шығамыз және қалауыңызша ақ қара күнжеттен сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста беті қызарғанша 30 минуттай пісіріп аламыз. Енді осы кезде самсамыздың екінші түйілу тәсілін көрсететін боламын.